Сахарым 14-ке көтеріліп кетіпті ғой. Тез-тез инсулинімді салып алайын тамақтың алдында. Қолыма да не болған? Күнделікті осы жерге салатын едім ғой. Қолым да көгеріп кетіпті, қантым да көтеріліп жатыр. Врачқа жазылып приемға барайын. Сәлеметсіз бе? Қандай шағымдарыңызбен келіп тұрсыз маған? Сәлеметсіз бе? Дәрігер, менің қант диабетімен ауырып жүргеніме 5 жылдан астам уақыт болды. Инсулин терапиясын қабылдап жүрмін. Осы соңғы 1 апта 10 күннің ішінде қант деңгейім жоғары, инсулин салатын жерім көгеріп кетті. Осы шағымдармен сізге келіп тұрмын. Сіз инсулинді тек қана осы бір жеріңізге ғана салып жүрсіз ба, білегіңізге? Иә, тек қана орындарын ауыстырмадыңыз ба? Жоқ. Түсінікті. Қараңыз, сіз сахарыңызды түсіру үшін андай инсулиндар салып жатырсыз, күндізгі және кешкі түрде. Біз егер сонда жағдайларды алдын алу үшін инсулиннің салу жерлерін ауыстырып тұруымыз керек. Мына жерде көрсетілгендей, осы міне қолыңызға оң жағына, сол жағына, содан кейін іштің алдыңғы аймақтарына, санның алдыңғы аймақтарына және кей кезде жамбастың жоғарғы бөліктеріне де салуға болады. Міндетті түрде ауыстырып тұрыңыз орындарын. Сол кезде сізде көгерулер, одан кейін орнында, инъекция орнында қатып қалу сияқты сондай мәселелер сізде туындамайтын болады. Сізге қазір үй жағдайында сізге мынаны беріп жіберемін. Осыны міндетті түрде оқып қараңыз. Инсулинді салған кезде де оның қанша градуста, қандай кезде салу керектігі туралы да жазылған. Осы жақтың бәрін дұрыстап оқып шығыңыз. Содан кейін маған 1 аптадан қайтып келіңіз, сізде инъекция орындарын тексеруіміз керек. Жарайды, рахмет дәрігер. Сау болыңыз, ауырмаңыз. Ой, қалай жақсы болды. Қантымның деңгейі түсіпті. Кәне қолымды көршіден, қолымның да көгергені кетіпті. Жақсы болды ғой дәрігерге барғаным. Енді бұдан былай инсулинді қалай, қандай реттілікпен, қай жерге салатынымды білетін боламын. Инсулин инъекциясын енгізу орындары. Ол үшін іштің алдыңғы бөлігі, жамбас, иықтың сыртқы қабаты, санның алдыңғы бөлігі қолданылады. Иыққа инсулинді өзі енгізу кеңес берілмейді, себебі бұлшықетке жасалыну қаупі бар. Күндізгі қысқа әсерлі инсулиндарды іштің алдыңғы бөлігіне салуға кеңес беріледі, себебі сіңірілуі тез болады. Инсулинді салғанда орын ауыстыру маңызды болып табылады, және алдыңғы орыннан 1 см тастап салыну керек. Осы қағидаларды қолдансақ, асқынуы төмендеп, сіңірілуі жақсарады.